Достар, бүгін өте дәмді, өте керемет шығатын шашма палау жасайтын боламыз. Алдымен пиязымызды сарғайғанша қуырып алып, етімізді салып, сәбізімізді салып, тұзымызды салып, біраз 10-15 минут қуырып аламыз. Қақпағын жауып, сосын күрішімізді өлшеп 4 пиала жасадым мен. 4 пиала құйып, және жылы су құйып, тұз салып, біраз қойып қоямыз. Сосын қуырылып болған қазанымызға суын құятын боламыз. Өлшеп құямыз суында. Мінекей тұзын салып, тұзын көріп, мынандай приправа саламын. Сіздерді салсаңыздар болады. Және жібітіліп болған соң күрішімізді салып шығамыз. Мінекей осынша су болады. Мінекей шашма палауымыз дайын, шашыраптыр. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Подписацияны басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.